Ассаламағалейкум, құрметті көрермендерім. Ал бүгінгі видеода кішкене бір мыс жайлы айтып кетейін деп едім. Мыс қалай жиналады? Осындай мыстарды қайдан аласыз деп қаншама комментарийлер жазып жатады видеолардың астындарында. Міне осындай құтақандай заттан жинала береді ғой негізінде. Мыс деген ондай нәрсе, міне. Ол бір қара темір емес, қара темірді любой жерден табуға болады ғой. Ал мысты уже тектен-тек таба алмайсың. Любой мінеке, моторчик, любой тұрмыстық техникадан шыққи бересің ғой. Тек мыс бар ма, сразу алып қоя бересің де, сосын кенен естіп размотка жасап тересің ғой. В данном случае мен теріп отырмын. Теріп мына мысты. Қазағым айтады ғой, ақша тиыннан жиналады деп. Мінеке мысты осындай граммнан жиналады ғой. Грамм, килограмм болып жиналып кетеді. Килограмм болып жиналады граммнан. Так, ладно, мынаны кенен алып тұтармын. Және мінеке мынандай катушкалар, олар вообще жеп-жеңіл. Олар жеп-жеңіл вообще бізде. Қанша болса да бәрі копилникке кетеді ғой бұйырса. Копилкамызға. Әрине, андай крупный мыстар шығады кейде, генератор, стартер дегендей. Арасында бір мықты-мықтандай проводтар шығады. Провод. Бірақ көбінесе, мінеке осындай уақ заттар ғой құтақандай. Көбінесе 90% осындай уақ заттан шығады мыс. 90% сондай. Әйне білмеймін, біреулер мүмкін крупняктар жинайды, менде осындай көбінесе. Мелч. Келмей ма не бұлай. Осылай жинала береді, в общем. В общем, айтарым мінеке осы ғой. Мынандай құтақандай заттардан жайлап мінеке осындай заттар жинала береді ғой. Көрдіңіз ба? Мынау неше грамм? Ары кетсе 4-5 грамм болады шығар. Зато плюс бисмиллах деп мінеке қосылды мынаққа. Сонда міне құтақандай заттар осындай уақытымен осындайға айналады. Көрдіңіз ба? Бәрі құтақандай заттар мына жерде жиналып тұр. Құрметті көрермендерім, аман болайық. Бәрімізге осындай мыс табыла берсін, мол болып және берекелі болсын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Елім заман, жұртымыз тыныш болсын.